Петропавлда күш құрылымдарының қызметкерлері мен бақ өкілдері футбол алаңында кездесті. Қос сала мамандары Қарастай стадионында үздік аяқ доп шеберлерін анықтады. Спорттық шараға облыс әкімі Құмар Ақсақалов та қатысты. Аланда кездескен Найза және Қаламгер командалары футболдан өзара мықтыны анықтамақ. Додаға облыстық ведомстволардың басшылары мен журналистері қатысқан. Бұл бастаманы өңір басшысы Құмар Ақсақалов та қолдады. Облыс бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастығы Азат Каримулиннің айтуынша, мұндай жарыстар мамандарға дағдыларын шыңдауға, әрі тәжірибе алмасуға көмектеседі. Айта кету керек, мұндай ойын алғаш рет өткізіліп отыр. Неделю 2 раза сами тренируемся, после работы находим время. Аптасына 2 рет жаттығамыз. Жұмыстан кейін уақыт табамыз. Біз волейбол, футбол ойнаймыз. Бұдан бөлек мамандарымыз қазақша күреспен де айналысады. Жақында құқық қорғау органдары арасында чемпионат өтті. Ол жерде де жүлделі орындарға ие болдық. Ойын Қазақстан Республикасының Конституциясы күнінің 27 жылдығына орай ұйымдастырылды. Басты міндет саламатты өмір салтын насихаттау, достық байланыс орнату және патриоттық рухты дамыту. Ойын жақсы өтеді деген сенімдеміз. Барлығымыз бір-бірімізді танымыз. Қызметкерлермен бірге жақсы ойын көрсетеміз деген үміттеміз. Бұл енді мынандай ауқымды көлемдегі бірінші жолдастық ойынымыз. Біз бұған дейін ондай ойындар ойнаған жоқпыз. Бұған дейін енді шағын футболда өнер көрсетіп жүрдік. Ойын қорытындысы бойынша 6-да 2 есебімен Найза құрамасы жеңіске жетті. Майгүл Сейілбек, Тамерлан Тілеубаев, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.